Отойдем. Сағат кешкілік қой, Нұраға, сәлеметсіз бе? Мына өзіңізді сағына күткен Торғай халқына жылы лебізіңізді білдіріп кетсеңіз. Торғай халқына ізгі тілектен басқа айтатын ештеме жоқ. Көп болды келмегелі, қазір біраз өндірістерді аралап, соның кейін облыс аудан басшыларымен кездесіп, жағдайды біліп, болып жатқан жағдайды. Соның кейін біздің ғарышкеріміз Талғат Мұсабаев аман-есен елге жерге келсін деп соны тілеп отырмыз. Соны қарсы аламыз. Үлкен қуанышты бұл тәуелсіз егемен Қазақстанның азаматы ретінде бірінші біздің ғарышкеріміз келейін деп отыр. Сондықтан халық үшін, ел үшін үлкен бір жағдай деп санауға болады. Соны кездесіп күтіп аламыз. Соның кейін аяғында тағы да халыққа өз ниетімізді, көңілімізді айтармыз. Келген қадамыңыз құтты болсын енді. Я стою спокойно. Нурсултанович ждут ведь. Бет алға, ой айналай бауырым. Қыздар, келіңдер. Келіңдер. Осторожнее. Давай сюда, Раш. Қадірлі жерлестер, құттықтағандарыңызға мұнда бір рахмет. Барлықтарыңызға бақыт пен табыс тілеймін. Рахмет. Кешіріңіз. Аман-сау келуіңізбен елге енді оралыңызбен. Ой, рахмет. Солдат, как алматинские яблоки. Геннадий, отлично, красиво, здорово. Спасибо, дорогой. Все. Головой осторожно. Головой. Ой, бой. На. Ты стоишь здесь. Только космонавты заходят. Добрый вечер. С возвращением. Так, привет. Дайте. Только космонавты заходят. Только космонавты заходят. О, сәлемет. Келуіңізбен. Рахмет. Только космонавты заходят. Рахмет.
Ең басы құрметті ел үшін, егемендік үшін қанменен, жанменен қазақтың кең даласын қорғаған тәуелсіздік алған жағдайда ең бірінші Қазақстанның азаматы космоста болып, космостың кең даласына корабльден шығып, тиісті тапсырмасын орындап, біздің ғылыми мекемелердің тапсырмасын орындап, халқымыздың ұлы Талғат Мұсабаев 127 күн космоста жыл бақытын елімізге жерімізге оралып, қазақтың даңқын бүкіл дүниеге, бүкіл ғаламға паш етті. Осы ұлымыз үшін осыған қазақтың елі, қазақтың жері әр уақытта да өзінің құшағына, кең дастарханына, кең даласына талай халықты сыйдырған, өзінің кең пейіліменен, көңіліменен, жүрегіменен барлық жүректерді бір-біріне табыстырған, достықтың ұясы болған еліміз қауымдастықтан келген өз досыменен үшеуі осы елді жасап келді. Бірге ұшқан достарына, жолдастарына келгенін құтты болсын деп шын жүректен алғыс айтамын. Қазақ елінің ата-бабамыз неше ғасыр қан төгіп, осы кеңдікпенен, осы қазіргі тәуелсіздік үшін, осы егемендік үшін қан төккен әруақ бәрімізді бірлікте ең бірінші қазақ халқы. Ең бірінші біздің халқымыздың ауыз бірлігін, болашағымызды, көк туымызды, өзіміздің тілімізді, дінімізді, дінімізді аталарымыздың алдында сертіміз орындап, сол төккен қанға қиылған әруақ бізге бақыт. Желаю еще раз одним из самых прекрасных звездных часов. После обретения казахскому народу, всем казахстанский народ, все казахстанцы смотрят свое будущее. Наша станция не видит другого приоритета, других отношений. Я поздравляю представителей Европейского Союза. Космос очень сложно. Людей, которые посвятили свою жизнь космосу, можно сказать. Все остальное будет потом. Это вот собственными руками казахстанских умельцев сделаны. Это карта Тургайской области Казахстана и точка, где они сели. К нашему дальнему гостю точка, где Уважаемый Нурсултан Абишевич, президент Республики Казахстан, уважаемые друзья, товарищи, коллеги, встречи вас на гостеприимной земле Казахстана. Я думаю, очередной этап полета человека в космос, который проработал на станции «Мир»,
господин Мельбош. И я должен сказать, что я испытываю огромное удовлетворение от того, что я вот сегодня встретился со своим очень хорошим товарищем, полета, обсуждали преданное, непонятное. И я думаю, вот этот полет, человеческий прогресс, мы двигаем вместе, понимание человека, будет осуществляться в тесном взаимодействии. Юрию Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин города Аркалыка». Исследователю Союза М-20 гражданину Германии Мербальду Вульфу присвоено... Это тоже вам дали, да? Забирай тоже туда. Долго.